Кімде еді кезек? 25-ті кім оқып жатыр еді? Жоқ, бір қыз Ақбота емес. Сандуғаш сіз бе едіңіз оқып жатқан? Мадина еді оқып жатқан. Мадина енді келіп жатыр. Мадина, оқи қой ары қарай. 25-ті. Қыз екеш. Болмайды дедіңіз. Жазылма. Болмайды. Жіпсіз байлану. Бола ма? Болмайды. Болмайды. Жақсы. Джи? Әпер бақан. Болмайды. Жақсы. Ит мысық? Болады. Болады. Жақсы. Осы сұраққа қатысты кімнің қандай ойы бар? Әкемақ деген болады. Неге? Я болады. Себебі ақ деген ол шеккіш немесе шекті мәнде демелік қойып, демелік ұшылау оның алдынан сықша келеді. Мағына бола ма? Әкемге ақ қоссақ мағыналы бір нәрсе шыға ма? Қалай? Мен әкемақ осылай деген келеді сияқты. Иә, мен де сондай белгіледім. Мені әкем ақ түсінеді десек мағына бар ғой бұл сөзде? Иә, бар. Иә, бар. Болады ода. Әрі және құс екеш құста деп жазған кезде біз құс екеш деп дефиспен жасамыз. Иә. Шатаспасам. Сол үшін? Дефиспен жазамыз ба? Или қалай? Олай емес па? Дефиспен жазбайды сияқты көрінді маған. Жай ғана бөлек жазылатын еді? Жай ғана бөлек жазылатын сияқты. Мен білмеймін. Әпер бақан деген қандай мағынада тұр, сол сөйлем сөз түсінбедім. Андай. Әпер бақан ол бірге жазылады, ол жерде ешқандай проблема жоқ. Алты бақан деген сияқты сөз ба? Солай нақ мағынасын білмейді екен. Түсекеш болмайды екен. Негізі кішкене нем бар мынау? Әпер бақан құндық мағына білмей ма? Теңгелік деген. Бақан деген сөзден шығарып алып тұрсыз ба? Әбден мүмкін. Сонда әзірге бізде A және H жауаптар деген сөз. Жарай ма? Жақсы. 26. Оқи ғой Ақбота. Шығар, болар, қайтеді сөздер баяндауыш құрамында келгенде қандай тыныс белгілері қойылатынын табыңыз дейді. Баяндауыш құрамында келгенде. Бір сөйлем ойлап табыңызшы осыларды баяндауыштан кейін қойып. Арман ертең сабаққа баратын шығар. Баратын шығар. Осы сөйлемнен кейін қандай тыныс белгісін қоясыз? Деп сұрақ тұр сұрақ. Баратын шығар. Ол эмоциямен айтылса леп белгісін қоя аламыз ғой. Жақсы. Бірақ эмоцияның да түр-түрі болады ғой. Бұл жерде қандай эмоция тұр? Бір нәрсеге таңдану ма әлде қалай? Баратын шығар. Баратын шығар. Немесе екіншісін қойып көреміз. Арман ертең сабаққа барса қайтеді? Осыдан кейін леп белгісін қоямыз ба? Қоямыз? Сұрақ. Демек, осылардан кейін біз не қояды екенбіз? Сұрау белгісін қоямыз. Сұрақ белгісі. Дұрыс қой оқушылар. Иә? Жақсы. Кәнін көптен біз Алия оқымады. Алия оқымады. Оқшау сөзге тән тыныс белгілерді белгілеңіз. Ол үтір. Үтір. Тағы? Тағы оқшау сөзге. Оқшау сөз. Леп белгісі ма? Леп белгісі. Өте жақсы. Ой, қалай күттім мен осы жауапты біреу айтам екен деп. Неге? Мысал келтіріңізші. Мысалға,
мысалы take дегенде құлпырып кетсің ғой. ойпырмай дегенде бөлек сөз ретінде берсек, иә? Ал келесі сөйлемімізді үлкен әріппен бастасақ, иә? Take бар әрі дейтін болсақ мысалы үшін, иә? Мұнауымыз бөлек сөз ретінде беріліп, бөлек эмоциямен одан кейін леп белгісі қойыла алады. Жарай ма оқушылар? Қаратпа сөзде дәл солай. Естеріңізде бар ма? Біз леп белгісін өткен кезде интонациямен айтылған қаратпа сөз жеке тұрып леп белгісі қойыла алады деп айтқан едік. Иә. 28 Роза оқи ғой. Леп белгісі қойылатын сөйлемдерді көрсетіңіз. Так. 28 мен F деппін. Дүниеде сірә сенде жар жоқ дегенде. Неге? F деп. Неге? Сірә деген сөзде эмоция бар ма? Біранда интонациямен айтып тұрған сияқты, дүниеде сірә сенде жар жоқ деген. Жарайды, жақсы. Жире болған. Содан кейін, әттең осылардың бәрі де біздің ауылда өсетін болса деген. Болса ғой шіркін деген мағынада осы болады. Жақсы. Содан кейін деппін. Жауапты балам дұрыс таптың деп мақтап жатқан сияқты. Д дегенде. Да. Болды ма? Иә, үш жауап болды. Жақсы. Осыған қатысты ойларыңыз қалай? Ағай, мен Ж деп ойлап тұрған жоқпын. Жақсы. Мен дін белгіледім. Донны белгіледіңіз. Жақсы. Мен Д деп ойлап тұрған жоқпын. Неге сіз қалай ойлап тұрса, Әлия? Мен F деп тұрмын. F деп ойлап тұрсыз. Аха. Жақсы. Мен F пен Д деп ойлап тұрмын. Д болмайды, өйткені өткендегі алдыңғы мәселелер ғой. Автор айтып тұрса, соны тамсанып айтты мысалы деп айтып тұрса. Мен F деп ойлап тұрмын. Қуанып айтып Білмейміз. Тағы қандай еді? Жақсы. Осылай болу керек ол. Мына жерде әттең деп айтып тұр да, осылардың бәрі деп. Жақсы. Аружан, сіз қалай ойлайсыз? Сол F болатын сияқты, дүниеде сірә сенде жар жоқ. Сосын ағай бір жатаны неткен сөз үкімді құстар еді. Жақшаның ішіне қойдым. Сіз неге олай ойладыңыз? Неге Б деп ойладыңыз? Таңданыс мағынасында сияқты көрінді да, бір оқығанда бай қарадым. Неткен сұлу сүйкімді құстар еді. Қойылмауы да мүмкін. Хабар. Жақсы. Дұрыс айтасыздар. Бір жауап болады. Неткен сұлу сүйкімді құстар еді деп біз ешқашан жай айтпаймыз ғой. Жай айтқанның өзінде ол жерде эмоция бар, таңданыс бар. Келісесіздер? Бұл сөйлем өзі таңданысты жеткізуге арналған сөйлем ғой. Бір көңіл күйді жеткізуге арналған сөйлем. Неткен сұлу сүйкімді құстар еді. Одан кейін міндетті түрде леп белгісі болады. Әттең деген одағайды көрдіңіздер ме? Одан күмәнға түсудің қажет жоқ. Одағай ол эмоцияны білдіреді. Одан кейін міндетті түрде. Иә? Леп белгісі келе алады. Болса деген бір армандау, қиялдау, сүйсіну бар ма? Осылай болса ғой деген. Енді дүниеде сірә сендей маған жар жоқ. Бұл жерде қандай да бір эмоция бар деуге келмейді. Сірә бұл не емес қой? Одағай сөз емес қой? Бұл қыстырма сөз. Қыстырма? Айырмашылық бар ғой? Иә. Сондықтан бұл жерде бір леп белгісі деуге келмейді. Үзінен нұр көремін хабарлы жауапты балам дұрыс таптың, бұл лепті сөйлемдеуге келмейді. Себебі біз білмейміз ғой, бұл қандай тыныс белгісімен айтып тұрғандығын, яғни қандай эмоциямен айтып тұрғандығын. Жауапты балам дұрыс таптың. Бұл хабарлы сөйлем ғой жай ғана. Сен дұрыс таптың. Жарайсың балам дұрыс таптың болса бәлкім. Дұрыс па? Ал инверсия болғандығы шатастырып тұр ғой сіздерде былай. Былай болса ше, балам жауапты дұрыс таптың. Бұл эмоция бар ма? Жоқ. Күн бұлыңғыр екен. Бұл да хабарлы сөйлем. Шынында айт, кім жіберді сені? Сұрақ. Дұрыс па? Қыстауға барып қызды күні несін жейді? Бұл тағы да сұрақ. Сондықтан жауап B және G болады.
жарайма? Әйгерім 29. Аха, тырнақшаның дұрыс қойылған орындарын көрсетіңіз. Бұл жерде болашақ бағдарламасы, құлагер поэмасы, сосын жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бола ма? Білмеймін. Сіз болады десеңіз болдыра қоямыз, болмайды десеңіз болдырмаймыз. Абай жолы романы болмайды, Қызылордадағы ет комбинаты болмайды, мемлекеттік мекеме болмайды, Айгөлек журналы жоқ, өнегелі ғұмыр. Осы Ж мен H жоқ, өнегелі ғұмыр болмайды. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деген бір серіктестіктің несін айтып тұрма деп ойладым. Өнегелі ғұмыр не ол өзі? Неге болмайды деп ойлап отырсыз? Бұл шығарманың аты болуы да мүмкін, бірақ ғұмыр туралы. Шығарманың аты болуы мүмкін болса, неге онда болмайды деп айтып жатсыз? Вдруг ол просто ғұмыр туралы айтылған нәрсе. Вдруг ол болып қалады. Сол білмей тұрмын ғой. Басқаларыңыз қалай ойлайсыздар? Енді Мұхтар Әуезов Абай жолы тырнақшаға алыну керек, Мұхтар Әуезов емес. Жауап болмайды. Қызылордадағы ет комбинаты. Негізі ет комбинаты деген ол бір компанияның, фирманың аты ғой. Сондықтан ет комбинаты тырнақшаға алыну керек те, Қызылорда алынбау керек. Сол үшін С да жауап. Мемлекеттік мекеме болмайды, Айгөлек тырнақшаға алыну керек, журнал емес. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деген ол былай. Ол мынау ғой, ТОО ғой. Қысқарған ТО деген сөз бар ғой, білесіздер ғой. ТО дейді де, мысалы үшін Кублей дейді. Фирманың аты. Фирманың аты тырнақшаға алынады, ТО алынбайды. Ол бір жай ғана қысқарған сөз. Ал өнегелі ғұмыр дұрыс айтады, ол шығарманың аты болуы мүмкіндігі бар. Мейлі біз оны оқымасақ та, өнегелі ғұмыр деген шығарма болуы мүмкін ба? Я, мүмкін. Мен бүкіл шығарманы жаттап жүрген міндетті емес қой. Ол тырнақшаға алынар ма егер шығарма болса? Иә. Бірақ ағай, бұл жерде не істеуге болмай, мысалы, ол романы, кітабы деп міндетті түрде жанына жазып қою керек емес пе? Иә, қасында ешнәрсе өнегелі ғұмыр романы. Құлагер поэмасы деген сияқты. Жақсы нәрсе айттыңыздар. Деген сияқты дұрыс. Түсіндім. Мен оны ойламадым. Бір ғұмыр туралы деп ойладым мен просто. Олай дейді. Апелляцияға беруге болады шығар дегеніз ғой, егер не болса. Иә, болады негізі. Жақсы нәрсе айттыңыздар. Көрдіңіздер ме? Бір бас жақсы, екі бас одан да жақсы деген. Мен мына жауап болады деп ойлайды екен, мысалы үшін. Құлагер поэмасы жақшаға алынып, мынау қандай шығарма екендігі айтылмай тұр дейсіздер ғой. Бұл жай ғана мысалы анықтау. Анықтама ретінде айтсашы, ғұмыр туралы. Өнегелі ғұмыр деп. Жақсы ендеше болдырмайық. Дұрыс айтасыздар. Өте дұрыс. Мен байқамаппын. Сонда B және F жауаптары болады. Дұрыс қой? Иә. 30-дай бол оқи ғой, сонымен біз ана тақырыпқа кірсек. Тыныс белгісі дұрыс қойылған қаратпа сөздерді табыңыз дейді. Бұл жерде біз біріншіден қаратпа сөздерді табуымыз керек екен. Де қаратпа сөзге дұрыс қойылған. Сосын F-та да қаратпа сөзге дұрыс қойылған. Қалғандарында қаратпа сөз көрмей тұрмағай. Ноше. Бұл жерде қаратпа сөзден алдында сызықша үтір жоқ. Шында не бізде? Қыстырма. Жақсы. Пашеркін? Ода жерде үтір жоқ сияқты. Үтір жоқ. Сыда? Айтқанда мұғалім оғанна мұғалімнің алдында сызықша болу керек. Үтір. Жақсы. Амалғанша не? Амалғанша бұл жерде бізде қыстырма. Қыстырма сөз өте жақсы. Оқушылар дұрыс қой, Сұлтанбек? Иә. Және достым? Иә.